Жігіттер, әкелерінің аманатын арқалаған жалғыз бауыр ретінде сендерге айтар маңызды бір сырым бар. Оралмас тауының оң жақ бөктерінде жайқалып өсіп тұрған ағаш бар. Соның түбінен әкелерің қалдырған өсиет табасыңдар. Бірақ бір қатал шартың бар. Бұл сапарға тек екеулерің ғана аттануларың керек. Араларында үшінші жан болмасын. Қанша жыл өтті. Әкемізден ешбір үн шықпап еді. Ей, бәлкім ойлашы, осы өсиет арқылы әкеміздің қайда жүргенін білетін шығармыз. Мен білдім ғой, мен сездім ғой. Әкемізді ешбір қасірет, ешбір қиындық жиналмайтын. Ей, аңсаған, жеңтектігіне арылатып уақыт келді ғой. Қанша жыл өтті, әкемізге керекпіз деп ойлайсың ба? Бұл өсиет, қайдағы өсиет? Қиял оның бәрі. Өтірік. Керек болса өзің бар. Садық, неге сен ылғиды артқа тарта бересің? Мен әкеміздің тірі екенін білемін. Жүрегіммен сезіп тұрмын. Қазір ол өз өсиетіне жай ғана көшіруге мәжбүр болғанын айтады. Ол да бізді асыға күтіп отырған шығар. Садық, осыдан қара. Ағаның айтқаны болады. Ағайындылар бір-біріне қарсы шығатын болған ба? Екі жас жігіт айдалада не себепті қаңғып жүр? Сіз өзі Біз Оралмас тауына бара жатырмыз. Сол жерде әкемізден қалған өсиет жатыр. Оралмас тауы дейсің ме? Осы орманмен түсіп жүресіңдер, тез арада жетіп аласыңдар. Бірақ жол қауіпті. Абай болыңдар. Шынымен тезірек жетеміз бе? Ой, онда ол керемет қой. Рахмет сізге. Кеттік. Кеттік, Садық. Садық, қара ананы. Ағаш қой анау. Садық, қара. Садық, таптық. Садық. Садық. Садық, таптым мен. Қазір оқиым. Шыдай тұршы. Мына хатты күнде оқығанмен сені керек етпейтін әкең қайтып келеді деп ойлайсың ба? Аңсаған, алло. Біздің тағдырымыз бір. Біз ешкімге керек емеспіз. Әкем менің хатым дей. Менің әкем мені тастап кетуі мүмкін емес. Ол маған Оралмас тауында өсиет қалдырып кетті. Одан кейін мен әкем тауып аламын. Не мынау? Шығыңдар тез.
сәлем балам, қалың қалай? Кешірші мені. Саған уақытында келе алмадым. Сенің қалай жалғыз қалғаныңды, түнде анаң екеумізді іздеп жылайтынды білемін. Саған қазір өте қиын, иә. Бірақ біз сені тастаған жоқпыз. Мен сенің әрбір басқан қадамыңды көріп отырмын. Сен жыламашы. Сен жыласаң біздің не жанымыз ауырады. Сен мықты болуың керек. Өйткені сен менің жалғасымсың. Мен сені өте қатты жақсы көрем. Жақында. Өте жақында мен оралам. Тек сәл ғана шыдап алам. Сенің әкең.